6 ай бұрыншы бір танысым әкесінің өлгеніне қарызға ақша сұрады, кейін кредит алып әкесін көмді деп ше. Есіңде ма? Енді қараңыздар, мына статистиканы мынау жаңалықты қараңыздар. 26 жылы 20 августте шыққан не? Каждый третий казахстанец міне похоронға кредит алмаса, похорон жасай алмайды дейді. Бұл не деген сұмдық енді айтыңдаршы міне. Мынау саяси белсенділердің айтып жатқан әңгімелері жалған емес, достар. Біз осы халықтың арасындағы болып жатқан жағдайларды алдын ала бақылап, көз жеткізіп барып айтамыз. Мына нәрсе менің басымда 7 ай бұрын болған. Себебі менің танысым менен қарызға ақша сұрады звондап. Айка, әкем қайтты, ертең жаназа өткізуім керек, маған 2 миллион теңге қарызға ақша берші деген. Менде ақша жоқ дедім. Сөйтіп, даже өзінің 6 баласы ма бар, 6 ма 7 ма баласы. Бала шағамнан артылмайды, кредиттен кредит, Каспирейттен тамақ жеп жүрміз. Қара шаңырақтағы отыратын бала жаназа шығару керек. Ертесіне азанда барып, мен ақша жоқ дегеннен кейін барып, қарызға ақша таппай, кредит алып, әкесінің жаназасын өткізген. Окажется, міне, каждый үшінші адам жаңағы жаназаны кредит алып өткізіп жатыр екен Қазақстанда. Міне 7 миллион адам ғой где-то. Сонда біздің қазақстандықтардан айлықта жаңа үйінде қариясы бар, енді ажал деген ол жасқа қарамайды ғой, дұрыс па? Сонда үйінде бір топтап бір 2 миллион теңге қаражат жинай алмай отырды. Ол дұрыс па сендердің ойларыңызша? Тоқаевтың жаңағы қолдаушылар айтыңыздаршы. А вдруг үйде сондай бір шығын шығатын кезеңге сіздерде бар ма? Хотя бы бір миллион теңге жинап қойғандарыңыз. Мынандай жалақымен, мынандай қымбатшылықпен. Еще саяси белсенділерді ұнатпайсыңдар, өтірік айтасыңдар, жалған. Міне жалған ақпарат емес қой. Мен бұны просто өзімнің өмірімде сезіндім. Маған сондай не болды, ситуация болды. Окажется, міне үкіметтің өзі шығарып отыр. Каждый үшінші адам кредит алмаса, даже жаназа шығара алмайды екен. Әке ата-аналарыңды көме алмайды екенсіңдер. Дәл қазіргі жағдайда. Міне 20 августте беріліп отқан ақпарат. Келесі жылы еще хуже будет, көресіздер ғой. Күлтөбеге апарып өртейтін шығарсыңдар келесі жылы. Жаңағы өздерің құқықтарыңды өздерің білмейсіңдер. Лайк басамыз, әділет жасасын. Асылбек әділетке уже не беріп қойыпты. Біріккен ұлттар ұйымынан барған жаңағы 200 сарапшы әділет партиясы заңсыз билікке келгені туралы, құрылтай халықаралық деңгейде өтпегені туралы Біріккен ұлттар ұйымының мүшелері айтып жатыр. Сондықтан сендер қаншалықты өтірік қағаздар салғаныз, енді тағы да дәлелденеді ғой. Құрылтайдың кезеңінде қандай белсенділерді қудаладыңдар, қанша жаңағы видео, отчеттар бар ғой, ұрлап салып жатқандарың. Олардың бәрі ағылшын тілде тағы аналардың берген ақпаратына қосымша болады. Короче, Біріккен ұлттар ұйымының шығарған несі, қорытындысы, потому что мен 5 классымнан бастап осылай тәрбиеленген қызбын. Бойымды түзеп мен есейгенімде халқыма адал болам деп әкеме сөз бергенмін. Поняли? Так что мен аяғыма оратылмаңдар. Мұж шайнап тастайын десең бе? Сөзін түсініңдер ғой да, достар, қатқаған жоқ қой. Бойымды түзеп мен есейгенде халқыңа адал бол деп тіледің. Өмірдің бүдірлі белесінен сүрінбей балам өттедің. Әкешім менің, қамқоршым сенсің. Құдайым сізге ұзақ жас берсін. Әкешім өзіңсің асқар тауым, өзіңсің әкешім атқан таңың. Өзіңнің берген тәрбиеңмен жұмбақты өмірден адаспадым. Әкешім менің, қамқоршым сенсің. Құдайым сізге ұзақ жас берсін. Қанатың астының тамағынан
Өсті ғой бұл күнде қыз бен балаң, қызығын солардың көрші әке. Әр балаң әр жерде әри болған, әкешім менің, қамқоршым сенісің. Құдайым сізге ұзақ жас берсін. Бұл әрбір қыз тәрбиелеп отырған әкеге тиесілі ән, достар. Сондықтан ұлтжанды қыз тәрбиелеңіздер. Ішкі саясаттың жігіттері, кім бұның жігіттері? Дәл мен секілді әкесін жақсы көретін, әкесінің атынан ұялмайтын қыз тәрбиелегілеріңіз келсе, ұлтжанды қып тәрбиелеңіздер. Және халық үшін, қазақ үшін күресіп жүрген саяси белсенділерді қудалауды тоқтатыңыздар. Потому что отан ол ортақ. Түсініздер ме?